2026 жылы жазда өтетін футболдан әлем чемпионаты өте қызық болайын деп тұр. 48 команда және турнирді қабылдайтын 3 ел. Канада, Мексика және ақш алаңдарында өтетін ең ірі әлем чемпионатын кім жеңіп алады? Франция ма, жоқ әлде Аргентина өз орнын сақтап қала ма? Бүгін біз алдағы турнирдің басты фаворитін анықтаймыз. Мен өзім Португалия мен Франция құрамаларына жанкүйер боламын. Сіздерше? Осы видео 1000 лайк жиналса, келесі видео Чемпиондар лигасының фавориттері туралы болмақ. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпа. 5000 оқырманға азақ қалдық. Қазақи арнаның дамуына үлесіңді қос. Англия құрамасы соңғы жылдарда әлем чемпионаты және басқа турнирлерде фавориттердің қатарынан түспейді. Бұндай үлкен турнирлерде тәжірибесі мол команда. 2018 жылғы әлем чемпионатында жартылай финалға дейін, 2020 жылғы Еврода күміс жүлдеге қол жеткізіп, 2022 жылғы Мундиальда ширек финалға дейін жетті. Ал құрамға келсек, алтын буынның жетілуі. Англия қазіргі таңда әлемдегі ең қымбат және дарынды құрамалардың біріне ие. Мысалға Кол Палмер, Харри Кейн, Фил Фоден, Джуд Беллингем, Букайо Сака сынды жігіттер Туманды Альбионның намысын қорғамақ. Тағы бір артықшылығы, Англия құрамасының ойыншыларының басым бөлігі ең бәсекеге қабілетті және физикалық тұрғыда ауыр лига, ағылшын премьер-лигасында ойнайды. Бұл дегеніміз оларға жоғары жылдамдықта, төзімділік пен қарқынды футбол ойнауға мүмкіндік береді деген сөз. Ал басты шабуылшысына келсек, Бавария ойыншысы Харри Кейн дәл қазір сұрмергендердің көшін бастап тұр. 22 ойында 28 гол салып, 3 ассист жасаған. Мұндай қарқынмен алдағы әлем чемпионатының ең мықты бомбардирі атануы мүмкін. Жартылай қорғаушыларға келсек, Беллингем, Палмер, Деклан Райс сынды жігіттер тек ассист беріп қоймай, шабуылда да, қорғаныста да өз жұмыстарын шебер атқарады. Мұндай командамен Мундиальды алуға шанстары жоғары. Португалия 2026 жылғы әлем чемпионатының маңызды командаларының бірі. Португалияның жеңіске жетуге деген шанстары өте жоғары. Себебі олардың құрамы қазіргі таңдағы талантты құрамдардың бірі болып саналады. Әр позицияда әлемдік деңгейдегі кем дегенде 1-2 ойыншы бар. Португалияның басты ерекшелігі футболшылардың жеке шеберлігінің жоғары болуында. Пари Сен-Жермен сапында өнер көрсететін португалдық ойыншылар Витинья, Мендеш, Невеш сынды жігіттер қазіргі таңда өз позициясы бойынша топ 5-ке кіреді. Жартылай қорғаныс үштігі Бруно Фернандеш, Витинья, Невеш алаңда күтпеген пас немесе голдың мүмкіндіктерін шебер туындата алады. Ал қаптал қорғаушысы Нуно Мендеш жылдам ойынымен тек қорғаныста ойнамай, шабуылда да көп көмегін тигізеді. Бұндай ойынын Испанияға және Барселонаға қарсы көрген болатынбыз. Ал шабуылда Криштиану Роналду бастаған жігіттер Рафаэль Ляу және Бернарду Сильва гол салу үшін барын салады. 2026 жылы Криштиану Роналду 41 жаста болады және бұл оның соңғы әлем чемпионаты. Сондықтан Португалияның бас жұлдызы үшін бұл маңызды турнир болмақ. Португалия Роналдумен 2016 жылы алғаш рет Евроны алды. 2019 жылы Ұлттар лигасын, 2025 жылы финалда Испанияны жеңіп, Ұлттар лигасына екінші рет қол жеткізген еді. Еске сала кетсек, Роналду футбол тарихындағы ең көп гол соққан футболшы. 950 гол және 1000 голға жақын қалды. Бұндай жылдам командамен Португалия 2026 жылғы әлем чемпионатының ең қауіпті деген командалар тізіміне қосылады. Сіздің ойыңызша, Роналду көптен күткен кубокты ала ма? Комментарий жаза кетіңіз. Аргентина қазіргі әлем чемпионы. 2022 жылғы жеңістен кейін Аргентина құрамасының негізгі ойыншылары әлі де бабында. Мысалға Энсо Фернандес, Хулиан Альварес немесе Лаутаро Мартинес. Бұл ойыншылар өткен жылғы сезонда өздерін өте жақсы көрсетті. Энсо Фернандес Челси мен конференция лигасын және клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңіп алды. Ал Лаутаро Мартинес Чемпиондар лигасының финалына дейін жетті. Аргентинаның бас жұлдызы Лионель Мессиге келетін болсақ, Америкада өтетін әлем чемпионатында 39 жаста болады. Бұл дегеніміз, бұл ойыншының соңғы әлем чемпионаты деген сөз. Месси бұған дейін Мундиальдың финалында 2 рет ойнап, біреуінде жеңіске жетті. Месси қазір 900 голға жақындап қалды және ассист саны бойынша 405 ассист беріп,
рекорд орнатты. Ендігі кезекте соңғы екі әлем чемпионатының финалында ойнаған Мундиалдың басты фавориттерінің бірі Франция құрамасы. Франция ойыншылары қазіргі таңда Европаның топ командаларында өнерін көрсетеді. 2025 жылғы алтын доп иегері де және өткен сезонның үздік сұрмергені де осы командада. Франция құрамасының басты қаруы ол Килиан Мбаппе. Осы жылғы сезонды ол өте жақсы бастады. 20 ойында 25 гол салып, 4 ассист жасаған. Мбаппе әлем чемпионаттарында тәжірибесі өте жоғары ойыншы. Бір өзі ойынды 180 градусқа өзгертуге қабілетті. Соңғы әлем чемпионатында 8 гол салып, турнирдің үздік сұрмергені атанды. Франция құрамасының негізгі ерекшелігі олардың футболшылар резервінің көп топ ойыншылардың болуында. Кез келген позицияда, егер негізгі ойыншы жарақат алса, оны алмастыратын топ ойыншының болуында. Бұл ұзақ турнирлерде басымдық береді, себебі шаршау мен жарақаттар оларға қатты әсер етпейді. Мбаппеден бөлек шабуылда 2025 жылғы Чемпиондар лигасын жеңген басты француздар Дембеле мен Дезире Дуэ, Ливерпуль ойыншысы Экитике, Бавария ойыншысы Олисе, жартылай қорғаушылар Тюрам, Сити ойыншысы Райан Шерки, Реал Мадрид ойыншылары Камавинга мен Тучуамени өнер көрсетеді. Менің ойымша 2026 жылғы чемпионатта Франция құрамасы финалға 3-ші рет шығатын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий қалдыра кетіңіздер. Испания құрамасы әрдайым ескеруге тұрарлық құрама. 2026 жылғы Мундиалда олардың жаңа дәуірі басталады деп айтуға болады. Испания құрамасында жаңа жас буынның пайда болуын 2024-те өткен Европа чемпионатында куәгер болдық. Топ клубтарда ойнайтын жас ойыншылар Ламин Ямал, Педри, Гави, Нико Уильямс алтын кубокты көтеру үшін барын салады. Испанияның бас жұлдызына келетін болсақ, Ламин Ямал 16 ойында 8 рет көзге түсіп, 9 рет ассист берген және 21 жасқа дейінгі үздік ойыншы Копа трофейін жеңіп алған болатын. Испания құрамасының жартылай қорғаушыларына келсек, Педри мен Гави жұбы алаңды көру, қысқа пастар мен допты ұстап тұруы Испания ойынын үстемдігін қамтамасыз етеді. Команданың басты ерекшелігі допқа көп иелік етуге тырысады. Бұл оларға ойынның қарқынын бақылауға және қарсыластың шабуылын шектеуге мүмкіндік береді. Испания 2010 жылғы чемпиондардың жетістігін қайталау үшін жаңа талантты жастарды жинады. Бұл жастардың жүрегінде жеңіс пен тарихи сәтті қайталауға деген құштарлық бар. Испания құрамасы соңғы 2022 жылғы әлем чемпионатынан кейін біраз жетістіктерге жетті. 2024 жылы Европа чемпионатын жеңіп алды және 2025 жылы Ұлттар лигасының финалында өнерлерін көрсетті. Бұл дегеніміз Америкада өтетін Мундиалда анық фаворит екенін білдіреді. Осымен сіздерге жасаған видео өз мәресіне де жетті. Каналға жазыл, лайк бас. Сау болыңыздар.